Сәлеметсіздер ме оқушылар және ата-аналар, сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда геометрия 7 сынып БЖБ 2 бөлімін, яғни үш бұрыштарға байланысты БЖБ-ны бірге талқылайтын боламыз. Әдеттегідей, мына шарттарды орындаған лайк басу, каналға жазылу, бірнеше комментарий қалып, достармен бөліскен оқушының бір оқушыма БЖБ-сына көмектесетін боламын. Так, мына жерде репетиторлық сұрақтарға бойынша жазсаңыздар болады. Және де өзімнің платформам бар екенін сіздерге естеріне түсіріп қойғым келіп тұр. Менің платформамда барлық тақырыптар бойынша видеолар түсіндірулері, сосын барып есептерден шығару жолдары бар. Барлық тақырыптар бойынша, барлық кітаптар бойынша өздеріңізге керек кітап таңдап, сіздерге 7 сынып қой, 7 сыныпты таңдап, өздеріңізге керек 90-ды таңдап, сол 90-да барлық есептерден шығару жолдарын көре аласыздар. Жеңілдікпен көрермендерімді жаза аламын, маған WhatsApp нөмірі жазсаңыздар болады. Содан кейін Telegram группа мен Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Instagram парақшам көбінесе ата-аналарға арналған. Telegram группада әзірге азақ адам, бұл жерде тек алғашқы видеолар қашан шығатындығы туралы, солар туралы айтатын боламыз. Сұрақтар легі мынандай, үш қана сұрақ, осыны түсініп алсаңыздар, өздеріңізге келген есеп шығара алатын боласыздар. Сонымен бастайық. Бірінші сұрақ, бірінші суретті пайдаланып төмендегілерді жазып көрсетіңіз дейді. Үшбұрыштың медианасы, үшбұрыштың биссектрисасы және үшбұрыштың биіктігі. Бұл жерде медиана, биссектриса, биіктігі деген не екенін білуіміз керек. Мына қараңыздар, B1 деген B1 кесіндісіне қараңыздар, B1. Ол қайда? Мен қызылмен бояп көрсетіп болсам, екені B-дан бастап B1-ге шейін. Егер кесінді үшбұрыштың бір төбесінен оған қарама-қарсы жатқан AC қабырғасының, яғни қарама-қарсы жатқан қабырғасының дәл ортасынан қақ бөлетін болса, онда ол сол медиана деп айтылады. Медиана. Мінекей, мына B төбесінен шықты, AC-ның дәл ортасына, мынау AC деген қабырғаның дәл ортасына барды. Сол дәл ортасына баратын кесіндені, ол дәл ортасы екенін қайдан біліп тұрмыз? Мына екі сызық арқылы міне. Екеуіне де екі сызық қойып қойған, значит, екеуі бір-біріне тең деген сөз. Бұл медиана. B1, жерге B1 деп қоясыздар. Келесін табайық. Бұрышты қақ бөлетінді биссектриса дейтін едік. Қараңыздар. A1. Адан бастап A1. Бұл BC-ның дәл ортасына барып тұрған жоқ. Бұл жай ғана мына A бұрышын екі қақ бөлікке бөліп тұр. Екі бөлікке бөліп тұр. Көрдіңіздер, мына жер тең екендігін көрсеткен сіздерге. Мына екі бұрыш бір-біріне тең. Мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең. Яғни бұрышты қақ бөлетін болса, ол қарама-қарсы қабырғаның қай жеріне баратын маңызды емес. Мынаны тек бұрышты қақ бөлсе болды. Ол бізде биссектриса болады. A1 кесіндісі биссектриса. A1. Енді CC1-ге қараңыздар. CC1 дегеніміз бұрышты қақ бөліп тұрған жоқ, немесе AB-ның қақ ортасына барып тұрған жоқ. Бұл жай ғана мына жерден биіктік болып түсірілген екен. Енді 90 градус болып түсірілген екен. Сол бізде биіктік болды. CC1 сіздерде биіктік болады. Енді сіздерде әріптер ауысуы мүмкін, балалар, түсініп алсаңыздар. Екінші нұсқада тура осындай сұрақ келеді, әріптер ғана ауысады. Бұрышты қақ бөлсе биссектриса, қарама-қарсы жатқан қабырғаны қақ бөлсе медиана, биіктік дегеніміз 90 градус болып түсетін кесінді. Сонымен бірінші сұрақ түсінікті болды деп ойлаймын, екіншісіне өтейік. Екінші сұрақ. Екінші суреттегі белгіленгендерді және CDB 55 градус екенін пайдаланып, AFD-ның бұрыштық шамасын табыңыз. AFD деген бұрышты тауайық, шақта ол. Міне AFD. Көріпсіздер ма? AFD. Мына бұрышты сұрап жатыр бізден. Міне осы сұрап жатыр. Қызылмен жазып қойыншы. Міне осы бұрышты бізден сұрап жатыр. Қанша градус дейді. Енді бізде берілгендері деп тұр ғой. Берілгендері қандай нәрсе бізге берді? Бізге ABD-ның 90 градус екенін былай суретпен көрсетіп қойған, міне көріп тұрсыздар ма? ABD бұрыш ABD 90 градус. Сосын кейін мына қабырғалар тең екенін қараңыз. AF-ге бір сызық қойып қойған, AD-ға бір сызық қойып қойған, және DC-ға бір сызық қойып қойған. Осылардың бәрі бір-біріне тең. AF қабырғасы кесіндісі немесе AD кесіндісіне, ол DC кесіндісі бәрі бір-біріне тең екен. Сосын кейін болды, берілгендері осы, және CDB 50 градус. Оны жазып қойық. Бұрыш CDB, мына градус. Мына бұрышы 50 градус.
Неге екі сызық қойдым, мынаны бір сызық қойып қойғанмын өйткені. Әйтпесе мынағанда екеуіне де бір сызық қойсам, екеуі тең деген сөз. Тең емес қой, 50 градус деп қоямыз. Енді осыны қалай табамыз? Қараңыздар. Бірінші көзге түсіп тұрған нәрсе мына үшбұрыш. Ең бірінші көзге түсетін нәрсе мына үшбұрыш. Міне. Екі үшбұрыш тең беріліп болып тұр. Екі қабырғасы тең. Тең берілі үшбұрыш дегеніміз ол екі қабырғасы тең. Мінекей. Мынандай үшбұрыш. Егер де мына екі қабырғасы тең болса, бұл тең берілі үшбұрыш болып табылады. Міне бізде де АД мен ДЦ тең ғой, сондықтан үшбұрыш АДЦ тең берілі жазасыздар. Үшбұрыш АДЦ тең берілі. Екі қабырғасы тең ғой өйткені. Ал тең берілі үшбұрыштың балалар табанындағы екі бұрыш бір-біріне тең болады. Мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең болады. Бізде қай екі бұрыштар бір-біріне тең деген сөз? Демек, бізде үш сызық қоюға тура келіп тұр. Мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең, екеуі бір-біріне тең. Енді ол үшбұрыштың өлшемін табу үшін мына үшбұрышқа назар аударасыздар. Мына үшбұрышқа. Бұл үшбұрыш уже бізде тік бұрышты үшбұрыш болып тұр. Тік бұрышты үшбұрыш. Қандай үшбұрыш болмасын, ол бұрыштардың қосындысы 90 градус. Мынау 180 болу керек, иә. Мынаның градус өлшемі 90 градус, ал мына жерде 50 градус деп қойып қойған балалары. 55 екен ғой, 55 градус. Мына жерде 55 градус деген сөз. Үш бұрыштың барлық бұрыштардың қосындысы 180 градус балалар. Сонда мына жерді табу оңай. Мынау 90 болса, мынау 55 болса, біз 90-ға 55-ті қосамыз. Мына бұрыш С-ны табу үшін, бұрыш БЦ-ді табу үшін. Бұрыш, шешуі басталып кетті уже бізде, да? Кеттік. Бұрыш BCD тең болады 180-нен азайтасыздар 90 қосу 55-ті. Градус тең. 90-ға 55 қосақ 180-нен 145-ті азайтатын болсақ, бізде 35 градус. Демек, мына С бұрышы 35 градус болды. Ол мынаған тең ғой яқтаға. Бұл да 35 градус болады. Мынау 35 градус болатын болса, мынау да 35 градус. Сонымен, енді мына бұрышқа келу керек, біз ол үш бұрышқа қалай барамыз? Мынау 35 болса, мынау 90 болса, мынау да 55 деген сөз, мынау да мынаған тең. Мынаған да екі сызық қойып қоямын, бұл да 55 градусқа тең. Иә, мына жерде бәрі бұрыштар тағы да 180 болу керек қой. Енді мына тең берілі үш бұрыштың AF-ді бұрышы ADF бұрышына тең болып тұр. Тең берілі үш бұрышында айттым ғой, табанындағы бұрыштар тең. Мына үш бұрышта тең берілі болып тұр бізде. Мына үш бұрышта тең берілі. Ал тең берілі десе, мына бұрышы мына бұрышына тең болады. Соны қалай жазамыз? Жазып қойық. Бұрыш AF-ді, сарымен жазайық. Бұрыш AF-ді тең бұрыш ADF. Бізге осы AF-ді табу керекпіз. Енді қараңыздар, оны қалай табамыз? Мына жерде мынандай нәрсе байқап тұрсыздар ма, балалар? Мынау жазыңқы бұрыш. Қосындысы 180 градус. Ал мынау 55 болса, мына жердің табу қиындық тудырмайды ғой, мына жерді табу. Біз жай ғана 180-ні азайта саламыз. Сонда бұрыш ADF дегеніміз 180-нен жазыңқы бұрыш барлығын қоса 180 болу керек. Біз жай ғана 55-ті екеуін қосып азайтамыз. 55-55 тостатақ 110, 180-нен 110 азайтып 70 градус болады. 70 градус. Сонда мына бұрыш 70 деген сөз. Мынаны бәрін өшіру керек болды. Так. 90 градус өшіп кетті ғой. Жарайды. Жаза берейік. Мынау 70 градус деген сөз. 70 градус. Мінекей. Бұл 70 болса, мынау AF-ті жаңа екеуде тең дедік қой. AF-ті да бұл жерде болады 70 градус. Жазып қойық міне. 70. Жауап 70 градус сонда. Болды осылай. Сіздер берілгендерін жазыңыздар. Асықпай, сосын былай сызып шешуі деп жазыңыздар. Шешуі. И одан кейін барып жауабын жазып қоясыздар мінекей. Тең берілі үш бұрыштың бүйір қабырғалары тең дегенді мынамен көрсетіп қойыңыздар. Мынау арқылы. Так, түсінікті болды ма? Осы екінші сұрақ, енді келесіне өтейік.
Үшінші суреттегі берілгендерді және А-ның АЕ-ге тең екендігін, бұрыш СА-ның бұрыш БАЕ-ге тең екендігін пайдаланып, БД және СЕ тең екендігін дәлелдеңіз дейді. Так, не берілген? А-ның АЕ-ге тең екендігін, А-ның АЕ-ге тең екендігін. Сосын бар бұрыш СА-ның бұрыш БАЕ-ге тең екендігі көрсетілген. Сосын бізге дәлелдеу керек. БД-ның тең екендігін СЕ-ге дәлелдеу керек деген былай ДК деп жазсаңыздар болады. Қараңыздар, не көзге түсіп тұр бізге? Маған мынауны көзге түсіп тұр. Ең алғаш көзге түсетін мына үшбұрыш. Оның мына жерлеріне екі бұйрық қабырғасын бір сызықтан қойып қойса, ол тең бүйірлі үшбұрыш деген сөз. Ал тең бүйірлі үшбұрыштың мына табанындағы бұрыштар тең. Мына бұрышқа, мына бұрыш екеуі бір-біріне тең. Ол бұрыштар Д мен Е ғой. Бұрышты бұрыш Е деп айтсақ та болады соны, иә. Бұрыш Д тең болады бұрыш Е-ге. Бұған екеуіне екі сызықтан қойып қойсақ болады, чтобы. Мына жақта бір сызықтан қолдандық қой, мына жақта екі сызық. Былай и былай. Не үшін тең десе айтасыздар? Өйткені АДЕ үшбұрышы, мына үлкен үшбұрыш, жаңа мен бояп көрсеткен үшбұрыш, ол екеуі тең бүйірлі. Өйткені үшбұрыш АДЕ тең бүйірлі. Жаңа айтты ғой өзі. АД тең АЕ. Екеуі тең болса, демек тең бүйірлі үшбұрыш деген сөз. Енді бұның тең екендігін жазған маған несі? Не ұтам мен жерде? Ол жерде мына екі үшбұрыштың тең екендігін дәлелдейміз. Мына екі үшбұрыштың қараңыздар. Мына екі үшбұрыштың АД С үшбұрышының үшбұрыш АД С-ның тең екендігін дәлелдейміз. Қай үшбұрышқа? Үшбұрыш АБЕ-ның екеуі бір-біріне тең. Үшбұрыш екеуі бір-біріне тең. Үшбұрыш АБЕ. Неге осы екі үшбұрыш тең? Екінші қасиет бойынша деп жазып қоясыздар. Екінші қасиет бойынша. Қалайша? Бір қабырға де соған іргелес жатқан екі бұрыш. Мінекей. Мынау АД мен мына үшбұрыштағы АД, мынау қызыл үшбұрыштағы АД, осы қызыл үшбұрыштағы АД қабырғасы, мына көк үшбұрыштағы АЕ қабырғасына тең. Міне, дұрыс па? Дұрыс. Сосын кейін, осы қызыл үшбұрыштағы Д бұрышы, ол көк үшбұрыштағы Е бұрышына тең. Қызыл үшбұрыштағы Д бұрышы, ол көк үшбұрыштағы Е бұрышына тең. Сосын жаңа айтып кеткендей, қызыл үшбұрыштағы А бұрышы, қызыл үшбұрыштағы, А бұрышы емес балалар, қызыл үшбұрыштағы ДАЦ бұрышы. Қызыл үшбұрыштағы, жаңа берілгенде айтып кеттік ғой, САД бұрышы, ол сол қызыл үшбұрыштың бұрышы ғой. Сол қызыл үшбұрыштағы САД бұрышы көк үшбұрыштағы мынау БАЕ-ге тең. БАЕ-ге тең. Сондықтан осы екі үшбұрыш тең. Өйткені бір қабырғасы, мінекей, және оған іргелес жатқан екі бұрышы, сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасы, оған іргелес жатқан екі бұрыштың екеуі бір-біріне тең болатын болса, басын айтам. Үшбұрыштың бір қабырғасы және оған іргелес жатқан екі бұрышы, сәйкесінше екінші үшбұрыштың бір қабырғасы және оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болатын болса, ол екі үшбұрышты тең деп айта аласыздар. Жаздық, екеуі бір-біріне тең деп, екі үшбұрыш. Так, егер екі үшбұрыш тең болатын болса, оның жаңа қабырғалары да тең деген сөз. Барлық қабырғалар тең. Бізде қай қабырғалары именно тең болып тұр? ДЦ қабырғасы мен БЕ қабырғасы. Осыдан шығады ДЦ қабырғасы мен БЕ қабырғасы тең екендігі. ДЦ, БЕ, тең нелер? Екеуі тең үшбұрыш. Егер екеуі тең болса, қабырғалар да тең болады. Сәйкесінше ДЦ қабырғасы мен АДЦ деген үшбұрыштың қабырғасы ғой, мінекей ДЦ дегеніміз. Ал АБЕ деген үшбұрыштың қабырғасы мен БЕ. Екеуі бір-біріне тең болса, қабырғалар да бір-біріне тең болады. Міне осыны бізге дәлелдеңіз деген болатын. Біз дәлелдедік. Үшбұрыштың екінші қасиеті бойынша және де тең бүйірлі үшбұрышты қасиеттерін қолдандық. Мінекей үшінші сұрақ осылай. Түсінікті болды ма? Комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Барынша жауап беруге тырысатын боламын. Сонымен видеомыз аяқталды. Конкурс жайлы ұмытпаңыздар, менің платформа жайлы ұмытпаңыздар.
мына шарттарды орындасаңыздар видеоға өте пайдалы болатын еді. Сонымен балалар, видео аяқталды. Келесі кездескенше.